Ана бақыт, ана өмір, ана гүл. Шуақты көктемнің мейірі мен сүйіспеншілікке толы мерекесін Түркістан облысының халқы да қуана қарсы алды. Толығырақ салтанатты кешке қатысып қайтқан әріптесім баяндайды. Әйел әлем тірегі, қоғамның алтын діңгегі. Бүгін таразы басын тең ұстап отбасының шамшырағына айналған нәзік жандылардың берекесі. Осыған орай Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды аяулы аруларды мерекемен құттықтап, алғыс хат табыс етті. Қазақ әйелі ең әуелі ардақты ана, отбасының сақтаушысы болып отыр. Ол дүниеге әкелген перзенттеріне тәлім-тәрбие беру жолында жан жылуы мен жүректегі мейірімін аяған емес. Көктем, сұлулық және ана қанатты ұғымдар, ана шуақ, ана мейірім, ана ізгілік. Адамзат баласын аналарға деген махаббаты мен құрметі ешқашан сейілмейді. Әрбір адам үшін дүниеде ананың жүрегі мен аялы алақанынан асқан жұмсақ, жылы дүние жоқ. Ананың перзентке деген мейірімнен асқан мейірім жоқ. Барлық адам анаға қарыздар, көшбасшы да, қайраткер де, батыр да, ақын да анадан туады. Ананың мейіріміне бас иеді. Ел перзенті ретінде мен де сіздерге шын жүректен басын иіп құрмет көрсетемін. Өйткені ақжаулықты апаларымыздың ақ батасы біздің тура жолдағы бағдарымыз сияқты. Қазақ халқы қыз баласын аса қадірлеп, ардақты аналарды қадірлеген, қарындасты қорғап, аруларды аялаған. Қазақылықтың қаймағы сақталған Түркістан өңірінде де нәзік жандылардың құқығын қорғау, оларды жан-жақты қолдау бағытында жұмыс жүруде. Облыста өздеріңіз көріп отырсыздар, Өрте, Фариза, Домалағана қойылымдары көрермендер назарына ұсынылды. Бұл аналарға, аруларға деген құрметті білеміз. Облысымызда өмірге ұрпақ әкеліп, оларды тәрбиелеп өсіруде үлгі-өнеге болып жүрген алтын құрсақты аналар жеткілікті. Салтанатты кеште облыс әкімі асыл аналарды мерекемен құттықтап, сый-сияпат табыстады. Көрермен әуелеген әсем ән тыңдап, көңіл тебірентетін қойылым тамашалады. Ең басты келіп жатқан халықаралық әйелдер күнімен барша аруларды, аналарды құттықтағым келіп отыр. Бүгінгі облыс әкімінің қолынан марапатталып жатырмыз, өте қуаныштымыз. Бүгінгі шара өте керемет деңгейде өтті. Аналарға, жалпы аруларға тілейтінім барлықтарына тек қана ана бақытын, әйел бақытын тілеймін. Осылай әрдайым ұл қыздарымыздың тек рахатын көрейік, сапалы, саналы ұрпақ тәрбиелей берейік. Қыз өссе елдің көркі деген дана халқымыз қыз баланы ерекше құрметтеп, әрқашан төрден орын берген. Әйел тек отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттік қызмет пен қоғамдық істе де, кәсіпкерлік пен тәлімгерлікте де тамаша табыстарға қол жеткізе отырып, саяси мәселелерге белсене араласатын қоғам мүшесі. Әйел отбасының шырақшысы, әйелмен әлем әдемі. Көңілді кешке келген көрермендер мерекелік көңіл күйге бөленіп, ұйымдастырушыларға ерекше алғысын жеткізді. Аружан Самедин, Антон Семенов, Әділет ақпарат.